Үйшік ертегісі. Жазық далада бір үйшік болыпты. Шиқылдауық тышқан тоқтай қалып сұрайды: Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады? Ешкім үн қатпады. Тышқан үйшікке кіріп өмір сүреді. Бақылдап бақа келеді: Ква, ква, ква. Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады? Мен шиқылдауық тышқанмын. Ал мен бақылдауық бақамын. Кел, бірге тұрайық, дейді тышқан. Бақа мен тышқан үйшікте бірге өмір сүреді. Секеңдеп қоян келеді. Тоқтай қалып сұрайды: Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады? Мен шиқылдауық тышқанмын. Ква, ква, ква. Мен бақылдауық бақамын. Ал сен кімсің? Мен секен деген қоянмын. Кел, бізбен тұр. Енді олар үшеуі үйшікте тұрады. Терезені түлкішек әпке тоқылдатады: Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады? Мен шиқылдауық тышқанмын. Ква, ква, ква. Мен бақылдауық бақамын. Мен секен деген қоянмын. Ал сен кімсің? Мен түлкішек әпкемін. Кел, бізбен тұр. Енді олар төртеу болды. Жүгіріп келіп есіктен сұр қасқыр сұрайды: Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады? Мен шиқылдауық тышқанмын. Ква, ква, ква. Мен бақылдауық бақамын. Мен секен деген қоянмын. Мен түлкішек әпкемін. Ал сен кімсің? Мен сұр қасқырмын. Кел, бізбен тұр. Енді олар бесеу болады. Барлығы көңілді өмір сүріпті, ән айтыпты. Бір күні қорбаңдаған аю үйшіктен шыққан дауыстарды естіп, тоқтап айқай салады: Үйшік, үйшік, кім үйшікте тұрады? Мен шиқылдауық тышқанмын. Ква, ква, ква. Мен бақылдан бақамын. Мен секен деген қоянмын. Мен түлкішек әпкемін. Мен сұр қасқырмын. Ал сен кімсің? Мен қорбаңдаған аюмын. Кел бізге, бізбен тұр. Аю үйшікке қыстырылып кіре алмай, үйшіктің төбесіне тұрмақ болады. Апырай, сен бізді салмағыңмен басып қалма. Жоқ, сендерді басып қалмаймын. Олай болса, төбеге шығуыңа болады. Аю төбеге шығып отыра бергенде, аюдың салмағына шыдамай, үйшік сықырлап құлап қалады. Шиқылдауық тышқан, бақылдауық бақа, секен деген қоян, түлкішек әпке, сұр қасқыр барлығы үйшіктен әзер үлгеріп шығып аман қалады. Сөйтіп аю, қасқыр, түлкі, қоян, бақа, тышқан барлығы сырғауыл тасып тақтайдан жаңа үйшік сала бастайды. Өздері салған жаңа үйшік бұрынғыдан да әдемі болып салынды. Осылайша барлығы ән айтып, би билеп, бақытты өмірлерін сүріп жатады.